Хит болып жатқан пирогты 30 минутта жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ол үшін бірінші ұнымызға майымызды саламыз, жақсылап араластырып, осындай масса болғанша араластыратын боламыз. Одан кейін қантымызды, қопсқышты және де бір жұмыртқаны салып, тестасын жасайтын боламыз. Толық мөлшер описаниеда жазылған, YouTube арнамда сол жерден көрсеңіздер болады. Енді мұны 10 минутқа тынықтырып қоямыз. Одан кейін барлығын әзірлейміз мұны. Дәл видеодағыдай жасаймыз, және де бұның қоспасына өрік, мейіз, сонымен қатар греческий орехты саламыз. Үстіне сгущенканың бір банкасын құятын боламыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минут 15 минутқа пісіріп аламыз. Және де қыздар, егерде тістеріңіздің эмалі шамалы болатын болса, жемеңіздер. Осындай рецепттер менің YouTube арнамда өте көп. Мынаны үйреніп тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Бұны көру үшін осы ссылка арқылы өтесіздер, немесе бірден YouTube-қа Инжу Есенжанова деп жазсаңыздар болады. Подписаться кнопкасын басасыздар, және де колокольчик басқаннан кейін